Қырғызстанай атындағы орта мектебі 10-шы А сынып оқушысы Жиынбай Нұрай. Мен зерттеушінің тақырыбында қалдықтардың екінші өмірі. Қазіргі таңда адамзат баласы табиғатқа орасан зор әсерін тигізіп отыр. Әсіресе тұрмыстық және өндірістік қалдықтардың көбеюі экологиялық мәселенің басты себебі. Бірақ соңғы жылдары осы қалдықтарды қайта өңдеп, оларға екінші өмір сыйлау идеясы кеңінен таралуда. Бұл тек табиғатты қорғауда ғана емес, сонымен қатар экологиялық мәселенің басты шешімі. Және қалдықтар шығу тегі бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші түрі ол тұрмыстық қалдықтар. Тұрмыстық қалдықтарға пластик бөтелкелер, әйнек, қағаз, тағам қалдықтарын жатқыза аламыз. Екінші, өндірістік қалдықтар. Өндірістік қалдықтарға ағаш, металл, химиялық қалдықтарды жатқызамыз. Үшінші, органикалық қалдықтар. Органикалық қалдықтарға өсімдік тектес қалдықтарды жатқызамыз. Ал енді осы қалдықтарды қайта өңдеудің түрлерін айтатын болсақ, бірінші түрі рециклинг, яғни қалдықтарды қайта өңдеу. Мысалы, біз пластик бөтелкелерді қайтадан өңдеу арқылы жиһаз және құрылысқа қажетті заттарды шығарып, қайта өңдей аламыз. Екінші түрі қайтадан қолдану, пайдалану, reuse. Яғни біз пластиктерді немесе осы қораптарды жуып, қайтадан пайдалана аламыз. Үшінші түрі апсайклинг, шығармашылық бағытта қолдану. Яғни біз осы пластиктерден, қораптардан белгілі бір бұйым, гүл немесе басқа да заттарды жасау арқылы пайдалана аламыз. Және мысалға келтіретін болсақ, автодөңгелекті қайта пайдалану арқылы гүл бақшаға біз үстелдерді орната аламыз. Яғни осылай бақшаны сәндей аламыз. Төртінші, биоотын өндіру. Органикалық заттардан биоотын, биогазды өндіру арқылы біз табиғаттағы отынды үнемдей аламыз. Және мен осы қалдықтарды шығармашылық бағытта қолдану арқылы, яғни апсайклинг, осындай бұйымдарды өз қолыммен жасадым. Мына жақта әуешарды айта аламын. Жуып, тазалап, қайта пайдалану арқылы осындай себет жасадым. Және осы пластик жемістерден де қайта пайдалану, яғни reuse, апсайклинг, шығармашылық бағытта қолдану арқылы осындай бұйымдарды жасадым. Және мына жақта пенопласт өнімін қалдықтардан, тастардан, мынау себеттегі пластик, олардың барлығын қайта пайдалану, шығармашылық бағытта осындай бұйымдарды жасадым.